Сәлеметсіздер ме? Мен Сидас Мұратұлы, физика пәнінің мұғалімімін. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының барлық білім жүйесінде өзгерістер енгізілді. Және үш тілді білім жүйесі бойынша курстар өткізіліп, және мектептерге толықтырып енгізіліп жатыр. Бұл нені көрсетеді? Бұл Қазақстан білім жүйесінде толықтырулар енгізіліп, және білім алушылар болашаққа деген және өмірлік өзінің орнын біле отырып, функционал сауаттылық ретінде тұлға болып қалыптасуына үлкен үлесі зор деп ойлаймын. Еліміздің ертеңгі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деп елбасымыз айтқандай, біз жас ұрпаққа сенім білдіретін болсақ, жас ұрпақ болашақта білім алушыларымыз берген білімімізді өмірде өзі қолданып, сауатты да ұрпақ тәрбиеленуіне сеніміміз мол. Соған байланысты үш тілді білім беру жүйесі бүкіл Қазақстанда енгізілетін болса, біз үш тілді білім беру жүйесімен экономикалық жағдайымызды және білімімізді жоғары деңгейде көрсете аламыз. Білімнің ұйымдастырған байқауға биыл 3-ші рет қатысып отырмын. Барлық қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Оқушылар, қазір біз топқа бөліне оламыз. Сол үшін бізде әр қайсымызда топ басшы сайлап, топ басшыны ортаға шығарамыз. Мына топтан Болат, сіздерден Дінмұхаммед, сіздерден Мақсат. Енді сіздерге ана жерден тұрған парақты түсті таңдасақ. Енді сол бойынша формула құрастырамыз. Бұл жерде электр тоғының қуатының формуласы шығып тұр, яғни қуат тең ток күші көбейтілген кернеу. Бұны үш тілде айтатын болсақ, қуат, мощность, power. Ток күшін үш тілде айтатын болсақ, ток күші, сила тока, current. Кернеуді үш тілде айтатын болсақ, кернеу, напряжение, voltage. Енді біз электр тоғының қуатының формуласын, қазақшасын, орысшасын, ағылшыншасын білдік. Қазір біз осы бойынша топқа бөлінеміз. Және мына жерде Қазақстан, Ұлыбритания және Ресей Федерациясы бойынша үш топқа бөлінеміз. Сіз Қазақстан боласыз, сіз Ұлыбритания, сіз Ресей Федерациясы боламыз. Топқа отырсаңыздар болады. Енді топқа бөлінген қағазымыз бойынша әр мемлекеттің барып отырамыз орнымызға. Білім алушылар, сіздерге қазір суреттер берілді. Сол сурет бойынша практикалық жұмыс жасаймыз. Суреттерді жабыстыру арқылы біз зертханалық жұмыс құрастырамыз. Уақытымыз аяқталды, оқушылар, келіп жабыстырған сақтаған. Қазір білім алушылар бейнебаян көреміз. Бейнебаян ағылшын тілінде, орысша, қазақша. Әр топқа әр тілде бейнебаян көрсетіледі. Сол бойынша ноутбуктерімізді ашамыз. Химиялық реакциясы электр шамының қылын жылыту үшін қажет. Қатты қызған электр шамының қылы жарық шығарады. Шамның қылы арқылы өтетін ток батареяның химиялық энергиясы есебінен белгілі бір мөлшердегі жұмыс атқарады. The chemical energy of a battery is used to heat up the filament of a light bulb. A strongly heated up filament makes the light bulb shine. We say that the current flowing through the filament has performed some work at the expense of the chemical energy of the battery. Негізінен бұл бейнебаян электр тоғының қуатына байланысты болды. Біз бұл бейнебаяннан электроэнергиясының құнын есептеуді үйрендік. Благодаря этому видеоролику мы научились рассчитывать стоимость электроэнергии и рассчитывать, какую сумму мы потратили за месяц или за другое время. We watched from this video how we can find the power. Power is equal to current multiply to voltage. Білім алушылар, қазір сіздермен бейнебаян көрдік, яғни үш тілде көрдік, қазақша, орысша, ағылшынша. Қазір сол бойынша жұмыс жасаймыз. Сіздер қазақша жаттығуды орындаймыз, сіздер орысша жаттығуды орындаймыз, сіздер ағылшын жаттығуды орындаймыз. Яғни ол жерде не есептейміз? Біз жалпы электр энергиясының құнын есептейміз. Яғни теледидардың құнын есептейміз. Бір айлық, бір апталық, бір күндік құнын есептейміз. Сіздерге берілетін уақыт 5 минут уақыт, жұмысқа кірісеміз.
Енді білім алушылар, сіздер қазір есептер шығарып болдық. Енді топ басшылары жинаған есептердің дұрыс па, дұрыс емес па, біздің бағалау парағымызға енгізіп отырамыз. Енді бағана топқа бөлінген қағаз бойынша біз жалаулар бойынша бөліндік қой. Сол бойынша сіздерден бір сөз шығу керек, яғни соны мозаика, яғни құрастырамыз. Топ бойынша бірігіп құрастырамыз. Енді осы бойынша бізде сөз шықты, осыны формен айтамыз. Бірінші топ, Қазақстан, 1, 2, 3. Our class is great. Сабаққа жақсы ат салысып, есепті дұрыс шығарып, дұрыс тексеріңдер. Жарайсыңдар. Білімді болыңдар. Барлықтарың сабақтарың өте жақсы болсын. Сегодняшний урок был очень удивительным, и в честь этого мы хотим поблагодарить как Великобританию, так и Казахстан. Желаем вам процветания, и мы сегодняшний урок проходили в трехязычии. Сегодняшний урок был очень великолепным и практичным. И мы узнали, как рассчитывать тариф Казахстана и Великобритании. Dear Kazakh friends, you participated in this lesson very well and calculated correctly. We wish you to improve yourself better. It was creative lesson, and teacher, I wish you that your career will be successful in the future. Жазған сөзімізді кеп жапсырамыз, тақтаған. Бірінші Қазақстан кеп жапсырамыз. Şimdi o bedenle kep жапсырамыз. Бүгінгі сабаққа атсалысқан үшін үлкен рахмет сіздерге. Сол бойынша мен бақылау жүргізіп кетсем, бүгін Қазақстан тобынан 4 топқа ақшалайсыз болып. Сіздерге де жақсы. Енді топ басшыларына белсене атсалысқан үшін топ басшысына топ ішіндегі үлгерім өте жоғары үшін енді жиналған ақшамыз бойынша бізден сыйлыққа сатып алсаңыздар болады. Мына жерден ақша кімде қанша жиналды сіздерде? 20 мың. Сіздерге подарка. Сіздерде? Бізде 30 мың. Сіздерде? Сіздерге стикер таратылды. Стикерге бүгінгі сабақ жайында рефлексия жазамыз, яғни 2 жұлдыз, 1 ұсыныс жазып, мына жерде тұрған нелерге, смайликтерге әкеп орналастырамыз. Білім алушылар,
біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге бүгін ашық микрофон, бізде журналист қызметін Ақзерге беремін. Ақзер, әр оқушыдан сұрап шығыңыз. Бүгінгі сабақ жайлы ойын, пікірін. Бүгінгі сабақ жайлы ойыңыз. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтті. Бұл жерде біз көбінесе қызықты есептер шығардық деп ойлаймын. Осындай қызықты сабақтар көп болса екен деймін. Әлеви, бүгінгі сабаққа қоса нені қосатын едіңіз? Бүгінгі сабақ өте керемет болды. Барлығымыз жақсы атсалыстық деп ойлаймын. Және де бізге кішкене уақыт кем болғалы, уақыт жеткілікті болса жақсы болады. Мақсат, сіздің бүгінгі жаман пікіріңіз, яғни ұнамаған сабақ бойынша? Сабақта ұнамаған жер болмады, сабақ керісінше өте керемет деңгейде өтті. Жаңа бағдарлама бойынша 3 тілде өттік. Бүгінгі қорытынды сөзіңіз айта кетсеңіз. Бүгін қорытынды сөз айта кетсем, бүгінгі сабақ өте жоғарғы деңгейде өтті. Бізге осындай әртүрлі даму үшін бізге 3 тілде де барлығын жан-жақты болып, дарынды болып өсу үшін жан-жақты тілдерді де барлығын дамып отыруымыз керек. Және де мен өте қатты алғыс білдіргім келеді Білім Ленд сайтына. Сол арқылы біз өз видеоларды, физикаға қатысты видеоларды ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілінде де көре бастадық. Сол үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет.